қалмаған қауым, сіздерді бүгінгі отандық ғылым атты ғылыми кітаптар көрмесімен таныстырғым келеді. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап Қазақстан замана көшіне қалған емес, алпауыт елдердің қатарында. Қазақстан ғылымдағы өзінің жетістіктерімен мақтан тұтады және оны әрі қарай дамыта береді. Суперконденсаторлар, нейро желісінің дамуы, жасанды интеллект, вакцинаның пайда болуы, ғарышты игеру, толағай табыстар мен жаңа жетістіктерінің бірі ғана. Ғылымға бет бұрған жастардың қарасы көбеюде. Ол жақсы үрдіс, оң құбылыс. Сондай-ақ Қазақстан табанды зерттеулерге де назар аударады. Солардың бірі ғалым Төлеген Қожамқұлов. Төлеген Қожамқұлов туралы сіздер мына кітаптан оқып біле аласыздар. Бұл кітап Алматыда Қазақ университеті баспасынан 2016 жылы басылып шықты. Өнегелі өмір айдарымен 80-ші том, небары 390 бет. Төлеген Қожамқұлов деген кім ол? Төлеген Қожамқұлов деген физика саласындағы ірі мамандардың бірі. Әл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлығының иегері. 2 жыл стажировкасыз небары 21 жасында атақты Абрам Юффи атындағы физикалық техникалық институтының аспиранты. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай еді. Ол жалғыз қазақ Ландау мен Лившиканың теориялық физикасын толық меңгеріп шыққан. 2015 жылы Төлеген Қожамқұловтың басшылығымен эксперименталдық физикалық теориялық ғылыми зерттеу институтының 6 қызметкері мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Бұл үлкен жаңалық еді, жеңіс еді. Қазақстанда Төлеген Қожамқұловтың басшылығымен тұңғыш рет квантовая механикадан оқулық басылып шықты. 1986 жылы Украинада, Киев қаласында, КСРО-да тұңғыш рет стохастикалық физикадан докторлық диссертацияны қорғады. Төлеген Қожамқұлов сияқты үлкен ғалым болу үшін, тек биік шыңдардан көрініп, үлкен жетістіктерге жету үшін, профессор Аға Беспенбетов айтпақшы, кітаппен дос болу керек.